Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 36-шы сабақпен танысамыз. 1. Тірі ағзалардың ең маңызды айырмашылықтары. Тірі ағзалар жансыз денелерден мына қасиеттермен ерекшеленеді. Қоректенеді, тыныс алады, өседі және дамиды. Көбейеді, қозғалады, кемінде ішкі қозғалыс болады. Тітіркенуге жауап береді, жарыққа, жылуға, суыққа. Зат алмасу жүреді. Өледі. Мысалы, өсімдік жарыққа қарай өседі, адам тыныс алады, жануарлар қорек іздеп қозғалады. 2. Біздің планетамыздағы тірі ағзалар түрінің сақталуына әсер ететін қасиеттер. Көбею қабілеті тірі ағзалардың жойылып кетпеуін қамтамасыз етеді. Бейімделу қоршаған ортаға үйреніп тіршілік етуге көмектеседі. Тұқым қуалаушылық пайдалы белгілердің ұрпаққа берілуі. Өзгергіштік орта өзгергенде тірі қалуға мүмкіндік береді. Мысалы, ақ аюдың ақ түсті болуы суық аймақта жасырынуға көмектеседі. Бұл бейімделу. Өсу мен дамудың айырмашылығы. Мысалдар. Бала бойының ұзарып, салмағының артуы өсу. Баланың ойлау қабілетінің, сөйлеуінің, білімінің артуы даму. Өсімдіктің сабағының ұзаруы өсу. Өсімдіктің гүлдеуі, жеміс беруі даму. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.